Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? 7 сынып алгебра 34-10 есеп мектеп баспасы өрнекті ықшамдар делінген. Ықшамдап көрейік бірінші есебінен бастап. Бірінші есебінде бізде 2а куб плюс 9 минус 2 көбейтілген жақша ішінде а плюс 1 көбейтілген жақша ішінде а квадрат минус а плюс 1. Сонымен тақырып бізде қысқаша көбейту формулалар, сондықтан қысқаша көбейту формулаларын қолданып берілген өрнекті ықшамдаймыз. 2а кубтың өзін жазайық. Плюс 9 минус 2. Мұнда екі өрнектің қосындысы олардың айырмасының толымсыз квадратына көбейтіліп тұр. Ол қысқаша көбейту формуласы бойынша мұнда бізде төртінші тұрған формула а куб плюс б кубты береді. Бізде енді аның орнында а тұр, ал бның орнында бізде 1 тұр. Демек бұл бізде аның кубы плюс 1-дің кубын береді. Және мұнда жақшаны ашайық. 2а куб плюс 9. Мұнда минус пен плюс көбейтіндісі минус болады. Бір мүшені көп мүшеге көбейтеміз. 2-ні а кубқа көбейтсек, минус 2а куб болады демек. Мына жерде 1-дің кубы 1-ді өз-өзіне 3 рет көбейтсек, 1 шығады. 1-ді негізі өз-өзіне қанша рет көбейтсек те, ол 1-ге тең болады. Минус 2-ні 1-ге көбейтеміз, минус 2 болады. Ұқсас мүшелерді біріктіреміз. 2а куб пен минус 2а куб қысқарады. Модульдары тең, таңбалар қарама-қарсы. Мұнда плюс 9-ға минус 2-ні қоссақ, 9-дан 2-ні азайтамыз демек 7 қалады. Демек мұнда жауабы бізде 7-ге тең болды бірінші есептің. Екінші есебін шығарайық енді. X көбейтілген жақша ішінде x плюс 2 көбейту x минус 2 минус жақша ішінде x минус 3 көбейту жақша ішінде x квадрат плюс 3x плюс 9. Сонымен қысқаша көбейту формулаларын қолданамыз. Мұнда x-дің өзін жаза берейік әзірше. Мұнда бізде екі жақшада екі өрнектің қосындысы сол өрнектердің айырмасына көбейтіліп тұр. Ол бізде формула бойынша а минус б көбейту а плюс б, ол бізде а квадрат минус б квадратты береді. Демек аның орнында бізде x, демек x квадрат болады, минус бның орнында бізде 2 тұр. 2-ның квадраты. Бірдесін жаза салайық. 2 көбейту 2 бізде 2-ның квадраты, ол 4-ге тең болады. Минусты жазып қояйық. Онда бізде екі өрнектің айырмасы олардың қосындысының толымсыз квадратына көбейтіліп тұр. Ол бізде формула бойынша а минус б көбейту а квадрат плюс а б плюс б квадраттың көбейтіндісі бізде а куб минус б кубты береді. Демек бізде аның орнында x тұр, демек x-тің кубы азайту 3-тің кубы. Енді 3-ті өз-өзіне көбейту жаза салайық 3 рет. 3-тің кубы бізде 27-ні береді. Жақшаны ашайық. X-ті x квадратқа көбейтсек, негіздері бірдей, дәрежелер қосылады. Мұнда 1 дәреже бар, мұнда 2 дәреже бар. 3 дәрежені береді демек. Минус 4x-қа көбейтіледі, минус 4x. Мұнда жақшаның алдында минус болғандықтан, жақшаның ішіндегі өрнектердің таңбалары ауысып ашылады жақша. Демек минус x болады. Мұнда минус пен минус плюсті береді. 27. X куб пен x куб қысқарады мұнда. Модульдардың таңбалары қарама-қарсы. Бізде қалды сонда минус 4x плюс 27.
Демек, екінші есептің жауабы бізде минус 4х плюс 27 болды. Үшінші есебін жазайық енді. 3 көбейтілген b минус 1-дің квадраты плюс b плюс 2 көбейтілген b квадрат минус 2b плюс 4 минус жақша ішінде b плюс 1-дің кубы. Қысқаша көбейту формуланы қолданамыз. Сонда бізде екі өрнектің айырмасының квадраты 3-ті жазып қояйық. Бірінші өрнектің квадратына тең болады b квадрат минус 2 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі 2b демек плюс екінші өрнек 1-дің квадраты 1-ге тең болады. Мұнда біз байқасақ екі өрнектің қосындысы олардың айырмасының тоғыз квадратына көбейтіліп тұр. Ол формула бойынша бізде a куб плюс b кубты береді. Бұнда тұрған төртінші тұрған формулада. Енді a-ның орнында бізде b-ның кубы болады демек. Плюс 2-ның кубы. 2-ні өз-өзіне көбейтсек үш рет, ол 8-ге тең болады. 1-ден 8-ді жасылайық. Келесі минус 2 өрнектің қосындысының кубы. Бұл формулада жазылып тұр. a плюс b-ның кубы бізде a куб плюс 3a квадрат көбейту b плюс 3ab квадрат плюс b куб. Енді бізде a-ның орнында отыр, демек бұл бізде бұның кубын береді. Плюс 3b квадрат көбейту b-ның орнында бізде 1. Санды 1-ге өтсек, санын шығады, сондықтан 1-ді жазып қояйық. Келесі плюс 3 ол 1. Демек 3b дей салайық. Плюс 1-дің кубы. 1-ді өз-өзіне 3 рет көбейтсек, ол бізде 1-ге тең болады. Жақшаны шақында 3-ті b квадрат көбейтсек 3b квадрат. Плюс пен минус береді. 3 2 6, демек 6b қосу 3 бөлім 3. Онда да b куб болады, плюс 8. Онда да минус, таңбаларын өзгертіп ашамыз. b куб минус 3b квадрат минус 3b қосу 1 тең. Онда 3b квадрат пен минус 3b квадрат қысқарайын деп тұр. b куб пен b кубты қысқарады, модульдары тең, таңбалар қарама-қарсы. Онда бізде минус 6b минус 3b. Алдында коэффициенттерін қоссақ, минус 6-ға минус 3-ті қоссақ, минус 9-ды береді. Минус 9b демек. Және 3, 1 бар мұнда. Екеуінде таңбасы оң, плюс мұнда да плюс. Демек 3-ке 1-ді қосамыз, 4 болады. Осы бізде үшінші есептің жауабы. Келесі төртінші есеп бізде a минус 1-дің кубы минус 4a көбейтілген a плюс 1 көбейтілген a минус 1 плюс 3 көбейтілген a минус 1 көбейтілген a квадрат плюс a плюс 1. Сонымен екі өрнектің айырмасының кубы, соңғы формула, бірінші өрнектің кубы демек a куб минус 3a квадрат b формулада. Бізде a-ның орнында, b-ның орнында 1 тұр, демек 3a квадрат болады. Енді бұл бізде 1-ге тең, сондықтан 3a квадраттың өзі шығады.
Келесі плюс 3а деп тұр. Енді бұның орнында бізде 1, 1-дің квадраты ол 1. 1-ді жазбай қояйық. Демек минус 1-дің кубы. 1-дің кубы бізде ол 1-ге тең болады. 1-ді өз-өзіне қанша рет көбейтсек ол 1 болады. Мұнда минус 4а 2 өрнектің қосындысын айырмасына көбейткенде бірінші өрнектің квадраты минус екінші өрнектің квадраты. 1-дің квадраты ол 1-ге тең. Плюс 3 көбейтілген 2 өрнектің айырмасы олардың қосындысының тонус квадратына көбейтіліп тұр. Демек бұл бізде а куб минус б куб. Енді бұның орнында бізде 1 тұр формула бойынша. 1-дің кубы ол 1-ге тең. Тағы да ықшамдайық. А куб өзін жаза береді. Минус 3а квадрат плюс 3а минус 1 минус 4-та а-ны а квадрат көбейтсек 4а куб болады. Минус пен минус плюсті береді. 4а болады. 4аны 1-ге көбейтсек плюс 3а куб болады. 3-ті минус 1 көбейтсек минус 3. Сонда а кубтар қысқарайын деп тұр. 3а кубқа а кубты қосақ 4а куб болады. Мұнда минус 4а куб қысқарып кетеді. Минус 3а квадраттың өзін жазайық. Келесі бізде ұқсас мүше 3а мен мұнда 4а. Екеуді 3-ке 4 қосақ плюс 7а болады. Және мұнда минус 1, минус 3. Ұқсас мүше минус 4 болады. Осы бізде 4-ші сеттің жауабы. Минус 4. Сонымен берілген есептерді шығардық. Лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызға да таратыңыздар. Және мынандай бір логикалық есептің шешімін тауып көріңіздер. Сәйкестік планмен жасалған бір шарттыны жылжыту арқылы теңдікті дұрыстау керек. Осындай логикалық есептердің шешімдерін білгілеріңіз келсе, екінші логика басқа тырыш каналға тіркелуді ұсынамын. Және де басқа да каналдарым бар. Ютубта описанияда сілтемелері болады. Сол каналдарға да тіркеулеріңізді ұсынамын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.